WhatsApp барлықтарына сәлем, сендерме атын білмеймін каналы. Бүгінгі видеода біз Майнкрафтты жалғастыратын боламыз. Өздерің біліңдерші деп аталады 4-ші бөлімі. Көріп тұрғандарыңыздай біздің айналамыз, жеріміз ауысып кетті. Ол жер қайда десеңіздер, мен ана жолы өліп қалдым да бір адасып кеттім. Сосын неге барған, мен шахтада алмазға барған болатын. Сол кезде өліп қалған болатынмын. Енді сол себепті басқа жерден үй салуға тура келді. Міне соған ұқсатып үй салдым, бірақ бұрынғыдан кішкене қарағанда үлкенірек болады. Енді сіздер үшін жалықпай ерінбей қайтадан салдым осы выживаниядан. Бірақ бағанада тағы бір өліп қалған болатын, жердің астына барам деп. Ал жарайды, енді бүгінгі видеода біз енді забор салатын боламыз. Ол забордың сыртына болады. Қазір дала қараңғы, бірақ сонда да жарық болып тұр бізде. Жарық болғанда соткының үйдің жарығы яркость. Міне енді қазір үйдің ішінде бірінші көрсетіп тастайын. Үйдің ішінде енді ауысқан болатын, бұл жаңа үй болғандықтан жаңадан салдым. Бұл жерде міне тамақ ішіп, анау-мынау сондай жер, бұл жерде тікте жоқ. Енді мына жаққа барсақ, бұл жақта сондуктар, печ, міне мұнда тәк налар нетіліпті. Қазір осындай нелермен біз забор жасайтын боламыз. Так, енді екінші этажға барайық, міне қазір көрсетем. Бұнда екінші этажда түкте жоқ, мына төсектен басқа. Бұны да алдағы уақытта жасайтын боламын. Лайк басып қолдап отырсаңыздар, қазірден бастап лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар. Менен алда тағы да қызықты видеолар шығады. Сол үшін де каналға тіркеліп отырыңыздар. Міне уже таң атып барады. Мына жер бұрынғыдай сол балкон, бірақ бұл балкон ұнамайтсақ бір андай мұрын дейді ғой. Танау сияқты мына жерде үшкіреп тұрады. Міне қарап тұрсаңыздар, міне. Бірақ енді бізге бәрі балкон болса да енді әдемі сияқты. Ал енді жарайды, қазір енді біз заборымызды осындай кирпичпен салатын боламыз. Так, ол заборды мен шет жағынан салатын боламын. Осылайнан және осылайнан. Бұны қазір қалай салады десеңіздер, бұны кажется мен екі қатар қылып па солай саламын. Себебі кейін үлкен забор салғаннан кейін зомбилармен атысу үшін түн ішінде осының үстіне тұрып аламыз да зомбилармен атысатын боламыз. Атысып енді зомбилармен шайқасамыз. Сондай видео күткілеріңіз келсе, смело лайктарыңызды басыңыздар, колокольчикті да басып қойыңыздар. Ол менің видеомды ең бірінші болып көруге көмегін тигізеді. Сол себепті де каналға тіркеліп колокольчикті басып қойыңыздар. Так, ой, суға түсіп кеттім. Қазір шығайын. Не болып кетті? Міне. Қазір енді забор саламыз. Бұны негізімен бұлай істемек болғам. Ана астына жетпей қалды. Қазір артына істей салатын боламыз. Қазір енді бізге анда тағы да осындай уже бітіп қалды. Міне осындайлар бізге көп болады. Сол үшін де видео шықпауының себебі осыдан да болды. Себебі енді қайттан осындай қылып міне үй салдым. Кішкене үлкендеттім және мына жерді қаздым. Осындай кирпич, анау-мынау бәрін жинаған болатынмын. Сол себепті енді видео кеш шыққан болатын. Кешірет ренжімейсіздер деген ойдамын. Егер тағы да тезірек видео шықсын десеңіздер, онда лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Қазір енді заборды салып шығамыз. Мына жаққа ағаштарға қойған болатын. Қазір енді заборды салғанша мен видеоны айландырып жіберетін боламын.
Так достар, енді міне мен аяқтап болдым заборды. Осы енді бұл забордың кейбір қате кеткен кішкентай андай жерлер бар шығар басқадайда. Оны енді келесі бөлімдерде немесе өзімде былай жөндей салатын боламын. Сол себепті лайк басыңыздар осындай заборға. Алда тағы да қызықты тағы заттар салатын боламыз. Комментарияға жаза беріңіздер, қандай не салуға болады, қай жерін дұрыстау керек деген сияқты. Және де негізі мен мына жерін қателесіп кеттім. Осындайды негізі астына мына ішіне қою керек еді. Сосын мына кнопканы сыртқа қою керек еді. Жарайды, қателесіп кеттік. Енді алдағы уақытта түйін деген ойдамын. Мына ішін барлығын дұрыстап істейтін боламын. Заборында ана кемшіліктерін жөндейтін боламын. Сол себепті лайк басыңыздар, келесі бөлімдерді күтіңіздер. Мен видео шығарамын, сіздер тек лайкпен ғана қолдап отырыңыздар.